Құрметті көрермен, менің жанымда тұрған 15 жасында әлемдік чемпионаттың 2 дүркін чемпионы, халықаралық жарыстарда бірнеше медаль алған Нұрай Сәрсенбаймен сұхбаттасатын боламыз. Нұрай, әлемдік титулыңыз құтты болсын, сол кездегі эмоцияңызбен бөлісе кетсеңіз. Ол кезде мен ең бірінші тренеріме рахмет айттым. Себебі менің ғана жеңісім емес, бұл ортақ жеңіс болды, ортақ жұмыс болды. Өте қатты қуандым. Енді спорт саласында әсіресе қыздар үшін көп қиындықтар туындайды. Мысалға, соның бірі салмақ қуу. Сізде жарыс алдында салмақ қуудан проблемалар, қандай да бір қиындықтар туындады ма негізі? Жоқ, жарыс алдында менде ешқашан салмақпен ешқандай проблемалар болмаған. Өзімнің салмағым норма. Жақсы. Енді жарыс алдында әр спортшыға психологиялық көмек керек болады. Сіз психологиялық көмекті кімнен алдыңыз және де қалай дайындалатын едіңіз жарыс алдында? Психологиялық дайындық, салқын су. Бойдың алдында шығатын алдында барлық спортшыда қобалжу болады. Бетімді мұздай сумен жуып, ештеңе ойламай шығам бойға. Көбіне музыка тыңдаймын. Өлең қобалжудан ойымды алшақ ұстайды. 2 жыл осы салада жүрсіз. Өміріңізде қандай өзгерістер болды? Спортқа келмей жатып 2 жыл бұрын бұндай медаль, марапаттау алмайтынмын. Осы спортқа келгелі көптеген мақтаулар, ата-анамның ықыласын, характер, барлығын қолдау. Қарсыластарыңыз туралы айтып берсеңіз, қай елден болды ол адамдарды жеңу, қаншалықты қиын болды, қандай қиындықтармен кездесті деген секілді? Астанада Өзбекстан, Қырғызстан, Россия, Португалия, Индия болды. Бірінші бой Португалияның қызымен болды. Аса қиындық болмады, бірақ әр спортшы үшін ең бірінші бой ол қиын болады. Бірінші және финал қиын болады. Қатты қиын болған жоқ. Басқа мемлекеттер. Екінші бой өзбек қызымен болды. Кішкене қиын болды. Бірінші очконы жіберіп алдым. Бірінші очконы жіберіп алғаннан кейін, бірақ өзімнің неме жетіп алдым. Өз очкомды алдым, ұттым. Финал қазақ қызымен болды. Бұл Өзбекстан, Ташкент қаласында өткен әлем чемпионатынан бірінші орын. Мынау Сочи қаласында өткен әлем кубогынан бірінші орын. Мынау осы жақында өткен Астана қаласындағы әлем чемпионаты. Енді әр спортшының өзіндік айла тәсілдері болады. Мысалға, сіздердің тілмен айтқанда трюктар. Сізде қандай өзіндік бір жеке трюктарыңыз бар, жеңуге деген бір көп көмегін тигізетін? Мен көбіне қолданатын айлам ол дзуки, ішке күтіп алу, яғни встречный күтіп алам. Ауылдан болғым келеді. Арманыңызға жетуге тілектеспіз. Ең бірінші ата-анамның, бірақ енді интернетте оқығасын көбіне тренерім тренировкада ақылдарын айтады. Нұрай, бағана өзінің медальдарымен танысып, қай елден алғаныңды білдік. Мысалға алатын болсақ, қазіргі болашақ чемпиондардың кубоктары. Осының ішінде сенің де кубогың бар. Соны айтып өтсең, қай елден алдың? Мынау кубок Москва қаласынан бірінші орынға берілген болатын. Москва қаласындағы финалда шыққан қарсыласым ол Өзбекстан қаласынан болды. Мынау Сочи қаласынан. Бұл жерде финалға шыққанда қарсыласым Қырғызстан елінен болған. Өте керемет. Жақсы, Нұрай. Көп-көп рахмет саған. Болашақта саған тек қана сәттілік тілейміз. Рахмет. Баласы атқа шапса, тақымын қысып отыратын қазақ елі болашақта әлемді әлі де талай бағындыратын оншақты ұлдарымыз бен моншақты қыздарымыз көп болсын. Жеңісті күндерде жолыққанша аман сау болыңыздар. Лидер